Араласпастар біз Сая Мұратбеков Жусан иесінің 4-ші бөлімін аяқтадық. Яғни біз осы Сая Мұратбековтың Жусан иесі повесін толықтай аяқтап шықтық. Жусан иесі 4-ші бөлімі не айтылды? Қаралы қағаз кигені және де аян балалар үйіне кеткен. Қай оқиға сендерге қатты әсер етті? Әкесі қайтыс болған кезде. Балалар Неге әсер етті? Тұратыр. Неге олай әсер етті саған? Неге әкесінің қайтыс болғаны қатты әсер етті саған? Қандай болса? Жыламады. Сол кезде анау балалар үйіне өткен. Камераға қарсы Балалар үйіне өткен кезде тоже жыламады. Ал Мағжан, сен ше? Балалар үйіне кеткен кез. Қалай әсер етті саған бөлім? Ауыр әсер етті. Қандай әсер алдың? Жылағың келді ма? Иә. Аянның тағдыры қиын ба екен? Иә. Бірінші бұл бөлімде, 4-ші бөлімде Аянның өткен бөлімде Тұржан оны әбден сабап еді ғой. Сабап еді, содан үйінде жатып қалды. Одан кейін осы соғыс кезінде тек қана ағаларымыз, әкелеріміз ғана кеткен жоқ ол кезде соғысқа. Одан бөлек те қайғылы жағдайлар болды да. Яғни елде қалған, жесір қалған аналарымыз да, жетім қалған қыздар да, тіпті сендер сияқты жас балалардың өзі еңбекке ертерек араласты. Оларды колхоз жұмысына жекті. Өгізге соқаны байлап, сол өгізді айдап жүру, бұл кішкентай балалардың ісі еді. Сондықтан жаңағы демалыста олар колхоздың ісіне араласып, ойнаудың орнына олар осындай ауыр жұмыстар істеді. Сондықтан соғыс елімізге үлкен зұлмат әкелді. Бүкіл отбасы, бүкіл балаларға дейін еңбектеген баладан қартайған еңкейген атаға дейін зар жылаған кездер еді. Сол кезде осындай бір Аян балалармен ойнап жүреді. Балалармен ойнаған кезде достар оны шеттетеді. Сен Аянмен жүгіре алмайсың, одан да бізге қосылмайсың деді. Сол кезде Аян барып Асылбек қартқа аяғын салдырып алғысы келді. Ата салып беріңізші деді. Шыдайсың ба деп, я шыдаймын деді. Сөйтіп осылай оның аяғын ауыртып салып береді. Бірақ та сол колхоз жұмысына барған кезде ауыр ғой колхоздың жұмысы. Сол кезде өгіздің үстінде домалап құлап түсіп, аяғын одан сайын ауыртып, тобығы одан сайын шығып кетеді. Сол кезде оның сайын айтып жатыр да, бала сайын. Аянның түні бойы ыстығы көтерілді, түні бойы сандырақтады. Сосын ертесіне ол жұмысқа да шықпады дейді. Содан жұмысқа шықпағаннан кейін мен оның қасына бардым. Қасына барған кезде бұдан кейін мен тобығымды салдырмаймын. Ағам келгенде бірақ салдыратын боламын деп. Сөйтіп ағасы бүгін ертең келетіндей үлкен үмітпен күтті ағасын. Бірақ ауылға қандай хабар келді? Қаралы қағаз, яғни Аянның әкесі соғыста ерлікпен қаза тауыпты. Өзің ойлашы, бар үміті, бар сенері, ертең болашаққа деген үлкен үміті әкесімен байланысты еді. Сол әкесі де өмірден өтті. Енді Аянда ешқандай үміт те, ешқандай болашаққа деген сенім де жоғалған сияқты. Одан кейін осы қайтыс болғаннан кейін оны Бапай қарт балалар үйіне жіберді. Содан кейін балалар оны ат-арбамен шығарып салғанда балалардың көңіл-күйі қандай болды? Өкінішті болды. Барлығы да көңілсіз болды. Тіпті Есікбайдың өзі талай тиісетін еді ғой. Сол Есікбайдың өзі не істеді? Басым ауырды. Ешқандай ойы
ойынға зауқы жоқ болды. Барлық балдар аяңсыз ойнағысы келеді. Иә, тіпті дейді, сол бала кездегі Аянның айтқан ертегісі біз үлкейсек те өзіміздің бала шағамызға айтатындай есімізде қалып қойған дейді. Кейін Аян кетіп қалғаннан кейін біз оның ертегілерін еске алатын едік. Қазір сол Аян бар ма екен дейді. Жусан төбені сағынбады ма екен? Ешкөлмеске келмейді ме екен? Жусан иісін сағынбады ма екен деп шығарманы аяқтайды. Не үшін Жусан иісі деп атапты сонда? Оның әкесінің пальтосының иісі Жусанның иісі. Сағынышын сол Жусанның иісімен басады екен. Жаңағы кеудесін ашып жіберіп, осылай мейірлене иіскейтін еді Аян. Сағынышын солай басатын еді. Енді Жусан дегеніміз ол дәмі әші, бірақ иісі бір сондай жағымды екен. Аянның да тағдыры сондай ащы болды. Бірақ бүкіл ауыл балаларына үлгі болып қалды. Содан кейін жазушы оны Жусан иісі деп атаған екен. Енді мынадай бір аңыз айтып берейін. Осы кезде мынадай бір аңыз еске түседі. Ертеде Сұлтан Бейбарыс танисыңдар ма? Бейбарыс кішкентай күнінде моңғолдар Қыпшақ даласына шабуыл жасады. Содан шабуыл жасап, әлгі кішкентай баланы жерден осылай жұлып алып алдына өңгереді. Сол кезде кішкентай бала құлап қалып, Жусанның иісі алақанында қалып қойған екен. Сөйтіп оны моңғолдар алып кетеді, оны құлдыққа сатады. Кімді? Бейбарысты, кішкентай Бейбарысты. Тура сол Аян сияқты. Иә, Қыпшақ жоқ, оны сатады, құлдыққа сатады. Ол құлдыққа сатылып Мысырға барады. Қазіргі Египет бар емес пе? Сол жаққа қарай сатылады. Содан үлкейіп ер жеткен кезде ол батыр, өжет, ешкімді алдамайтын, сондай керемет ер жігіт болып өседі. Сөйтіп ол Мысырдың ханының, патшасының көзінен түсіп, Мысырды Қыпшақ. Қазақтар деген ол кезде болмаған. Ол кезде Қыпшақ деген болған. Сол Қыпшақ, сол бала Мысырды 17 жыл басқарды. Сөйтіп сауда саттықпен айналысып жүреді адамдар. Осы қазақ жерінен Қыпшақ даласынан барған саудагерлердің елім қандай, елді сағынған соншалық, елдің жағдайы Қыпшақ даласын, қазақ даласы туралы сұрайды да, елім қалай, жағдайы жақсы ма, елдегі тұрмыс жағдай қалай деп сұрайды екен. Сөйтеді, бір күні ол керуенмен ауылынан Қыпшақ даласынан Жусанды алдырды. Сөйтіп сол Жусанды иіскеп, дүниедегі ол патша ғой, 17 жыл Мысырды билеген патша болса да, қанша елдің көлін иіскеп жүрсе де, Жусанның иісіне жетпейтінін байқайды. Сөйтіп бар патшалығын, бар алтын мүлігін ештеңе де керек емес, туған жерге жаяу жетеді. Сөйтіп Қыпшақ осы қазақ жеріне жетіп, топырақты иіскеп, әлгі Жусанды иіскеген кезде жүрегі тынышталады. Сөйтіп Жусан дегеніміз, қазір көрсетсем сендер, Жусан ол иіс әдемі болады, бірақ дәмі өте ащы болады. Кейбір ауруларға ем екен. Не дейсің болса? Басқа елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан. Өзге елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол. Ұлтан деп отырғаны, ана айтамыз батыр жырындағы ұлтан деген бар еді ғой, құлдың баласы. Құл болып өмір сүргенін жақсы дейді. Өзге елде байлыққа, малшылық өмір сүргенше, өз елінде ұлтан, құл бол, құлша өмір сүрсең, ол сенің бақытың. Сөйтіп бар байлығын тастап, Сұлтан Бейбарыс осы жерге келген. Міне шығарма осылай еткен. Осылай аяқталды. Сіздерге Жусан иісін оқуды кеңес береміз. Өте керемет әсер аласыздар. Біз күнделікті 15-20 минут кітап оқуды дағдыға айналдырған кітап оқитын әулетпіз. Дәурен әулетінен сәлем. Сау болыңыздар. Осы кітапты алыңыздар, сосын 25-ші беттен көріңіздер.